Сәлем, қалайсыздар? Бәрі жақсы ма? Бүгінгі білмеймін енді тақырып ұзақ ойланбадым бұл тақырып жайлы, бірақ дорамалар жайлы. М, Опять-таки менің жақсы көретін бір дорамам. Мынау танитын болсаңыздар CapCut программасы. Монтировать еткім келген міне, бірақ шаруасы көп болып кетті, сосын тастадым. Сағаттың өзі де біраз болып қалды, ертеңгі жұмыс. Лучше отырып әңгімемді айтайын да, сосын салып жүре қояйын дедім. Монтаж болмайды тағы да. Бір қолым босағанда монтажбен бір күшті видео салармын. Ол үшін идеяға жазып жіберіңіздерші, пожалуйста, не түсірейін. Мен әйтпесе өзім шаршап кеттім. Тым істемей шаршап кеттім. Так, бүгінгі дорамамыз біздің. Міне есімі тұр, аты тұр. Каршиаты каньонын еппотта. Ал қазақша дегенде орысша аты. Она была прекрасной, красивой. Енді ой бергісі келіп тұрған ойлары бір ғой. Она была красивой. Соң жаққа қарай не үшін дораманың аты осындай болғанын түсіндірем. Или түсіндірмеймін, жоқ, өздеріңіз түсінесіздер. Мен енді бұл жақта паузада болмайды, мен сразу бәрін айтып тастай берейін. Әйтпесе шаруасы ұзақ болып кетеді реально. Так, бұл дорама. Бұлай істесем мен кетіп қалмайтын шығармын, я надеюсь. Мен естіп тұрсыздар ғой. Все, мына жақтан дауысты өшіріп тастаймыз қазір 1 минут. Қазір. Мен басым істемей жатыр, қаяқтан дауыс. Қатырып отырмын. Я же могу вот так вот. Все, звук выключить и все. Ой, блин, ладно. Өстіп ашып қоя салайын, иә? Меня не забанят, наверное. Бұл уже 2015 жылғы дорама ғой. 2015 бір сезоннан тұрды, 16 сериялық, әр сериясы 1 сағат, да? Вроде главный рөлде міне Ким Хэ Джин рөлін ойнайтын, сосын Со Джун. Ойбай, мен вообще түсінбей жатырмын. 4 актер әйтеуір. 4 актеріміз бар. Любовный треугольник болады, как всегда. Мына пока заставкасы кетіп жатқан. Каньонын еппотта. Мәне ең біздегі басталатын Ким Хэ Джин деп біздің қазір айтамын. Еще мен сүйікті дорамым деп қоямын да. Мен Пак Со Джун екенін білем, ойнап жатқан актердің. Ал мына сериалда аты кім еді бұның, ойбай. Қазір ана мені красивый деп шықты. Так. Пак Со Джун. Ким? Со Джун. Сон Джун. Бұяқта да аты Сон Джун екен. Вот она что. Так, қазір CapCut'қа қайттан тауып алайын. Со Джун болып шықты. Мына жерде бізде, в общем, Со Джун интернеттен Ким Хэ Джинді іздегісі келеді. Неше түрлі Ким Хэ Джин шығады ғой, енді бірақ киноның құдіреті тауып алады. Дәл сол Ким Хэ Джинді соған жазып жібереді. Балық шақта жіберген хаттарын көреді, оқиды, есіне алады. Мынау кім деп ойлайсыздар деп па? 4 главный геройлардың бірі. Бұның атын честно мен білмеймін, айтпай ақ қояйыншы. Ал біздің міне главная героиня Ким Хэ Джин. А ну-ка повернись. Осындай. Бұлай негізі әп-әдемі, просто реально шашын өзі құртып тастаған. Конечно, енді пока для начала сондай кейіпте келу керек қой бізге. Сосын соңғы жағында апгрейд болады. Шашына түктейді, бетіне макияж жағады, вообще красотка болып кетеді. Так, в общем, мені әртүрлі подработкалерде істейді, өйткені мен сияқты оның да жоғары образованиесі жоқ. Просто білмеймін, бір колледж ба, сондай бірдеңе бітірген. Сеулдың өзінде емес, андай Сеул, Пусан деген сияқты үлкен қалалардан емес, бір кішкентай бір қалашықтан бітірген. Мына жерде собеседованиеде отыр. Қасындағылар өздерінше күліп отыр, оңбағандар. Мына кісілер серьезно қатты отношение беріп тұрған жоқ Ким Хэ Джинге. Но все-таки алатын сияқты бұл жұмысқа көреміз енді. Так, Ким Хэ Джинге мына сообщение келді. Мен 5 минут сөйледім уже. Так, в общем, сообщение келді бізде. Ол көреді, оқиды, есіне алады. Міне
Сонжун кішкентай кезінде осындай томпақ болған. Міне енді кездесіп жатыр екеуі. Бұл қыз бұны танығандай болады да, Ким Хе Джин. Бірақ мынау кісі танымайды оны. Бұл танымайды, бір басқа красавица қызға жолығады. Мынаны вообще айтып тұрған жоқ ол дейтін. Мынау оны, в общем, айттым ғой кішкентай кезінде ол әдем болған, міне осындай әдем болған. Сондықтан ол шатастырып тұр. Қазір шашы берланып кеткен, беті қызарып кеткен. Таза мен сияқты. Міне подругасымен сөйлесіп отыр, мен айта алмаймын, мен ұялам, давай сен баршы менің орныма деп. Менің орныма барып, Ким Хе Джин болып шықшы дейді. Сосын подругасы ладно дейді. Мынау кішкентай кезіне кетіп қалып жатырық еще. Бұда бір паническая атака бар. Бір мамасы қайтыс болған аварияда, жаңбырдың кезінде, сондықтан жаңбырдан қорқады. Ким Хе Джин кішкентай кезінде красавица. Вот өйстіп, білмеймін, наушникпен успокаивать етті ғой. Соны еске алады. Пак Су Жун. Актердің өзінің атын айтып қойып жатырмын, сори. Так, енді мынау біздің 4-ші главный герой. Бұның да атын білмеймін, кешіріп қойыңдар. Мына жұмысқа кіреді бұл қыз уже. Мына жігітпен қазір айтам қандай отношения, стоп қойғаншы, мен миым ашып кетті ғой. В общем, екеуі бір жұмыста жұмыс жасайды ғой. Бұл жігіт негізі басында дос сияқты жүреді мына Ким Хе Джинмен. Одан кейін бір сезімдер ояна бастайды ау деймін. Мына жерде бізде ол жасырып тұр ана артында болып жатқан ситуацияны. Қазір көреміз қандай ситуация болып жатқан. Артында мына қыз Ким Хе Джиннің рөлін ойнап мына жігітке ғашық болады ғой. Сонжунға ғашық болады. Сосын білмеймін, құшақтай ма, тағы бірдеңе бола ма. Сосын мына жігіт Ким Хе Джинді басқа жаққа алып кетеді. В общем, үйдің қасында отыр. Еще менің подругам әдемі деп атқан кезде сен Стоп. Телефонның памяти бітіп қалды. Постойте-ка. Бұйырса ертең 2-ші частьін салайын. Телефонын әбден тазартып алайын, содан кейін салам. Келесі частьін енді. Мынау негізі бізде 1-ден 3-ші серияға дейін примерно не болды, соны айттым. Но келесіде сразу бәрін айтып беруге тырысамын. Сонымен сериалды бітіреміз, келесі сериалға көшеміз. Может, или өзіңіздің идеяларыңыз болса тағы жаза беріңіздер. Все, давайте. Қайырлы түн деп айта берейін. Пока.